Құрметті көрермендер, сіздермен бірге Казкөлік каналы, есімім Серік. Бүгін жалпы залогой көліктерге келдік. Енді мынаның тақырыбына қарапта таңғалып атқан шығарсыз, қандай шындық деген сияқты. Бізде залогой көліктерді көрсетеміз, бірақ көп қаладан соғады, осы көлікті келіп алуға бола ма деген сияқты. Сондықтан оны айтамыз, келіп алып кетуге негізі не стоит деп та, басқа қаладан келіп. Өйткені кез келген мына жердегі көліктерге қарайған ақша шығарасыздар. Олар жақсы жағдайда тұрған жоқ. Мысалға, мына Камриді алатын болсақ, 2.896.000 дейді. Араб, мынаның тұрғанына неше жыл болды? 2005 жылғы 2.4 объем 300.000-нан асып кеткен. Мына көлікті уже мотор ауыстыруға жақындаған. Мотордың өзін 400-500 мыңға ауыстырасыз. Одан кейін мына қарасаңыздар, мына ручкілері жоқ. Мынау деген түсіп болайын деп жатыр. Мысалға, бұлардың бәрі меліш болғанмен ертең көп ақша шығарасыздар. Сондықтан телефонмен айтамыз, соның барлығын бүгін осы видеода көрсететін боламыз. Келіп жалпы алуға не стоит екен, не үшін екен? Бір шеттен қарап шығыңыздар. Қара енді мына арабты. Моторын көрейікші, моторы қандай жағдайда екен. Мынаның еще ұстайтын жоқ па не? Шаң басып қалған екен, базар жоқ, май-май болып жатыр. Жауа қояқ. Жалпы Каспий банктың көліктері ғой, бұлар залогой көліктері. Каспий банк бізге ешқандай ақша бермейді, сондықтан кез келген нәрсені айта аламыз біздер. Мына көлікте баға жоқ, соғылып, барлығы заты ашылып кеткен. Мына 20-лықты қараңыздар міне. Кузовқа отдельно ремонт керек, бұнан сырылып, жырылып жатқан жерлер көп. Мысалға 2.157.000 дейді. Көптен бері тұрады, көп алмағаннан кейін баға түсе береді, жайлап ешкім алмаса. Сондықтан бұны алмай-ақ қойыңыздар, кейін бағасы түскеннен кейін аласыздар. 2000 жылғы 2.2 автомат 264 мың жүрген екен. Кузов сырлары кетіп жатыр енді. Не үшін көптен бері тұр дейсің? Адамдар келеді, көреді, көзбен көргеннен кейін уже алғысы келмей қалады. Мына жерде тағы бір 50-лік тұр. Мына қараңыздар, достар, мынау құлақтары түсіп жатыр. Жалпы естуіміз бойынша өзен қаласында 2 аунап тұрған дейді мынау. Мына жерлері қара, міне шуруппен тұр. Астынан қарасам трещина болып жатыр іштері, кузовтары. Мына дөңгелек басқа, мына дөңгелек, мынаның 4 дөңгелегі 5 түрлі болып жатыр ғой, мына 50-ліктің. Мынақты қара дискілері. Сыртын матовый қылып тастаған. Әр жері әртүрлі звук беріп тұр. Негізі жағдайлары нашар, мыналар кілттеп тастаған екен. Жап-жаңа ашық тұр еді ғой. Сырының өзіне қарайған ақша керек. Жалпы баста бұл залогой көліктерді ешкім білмейтін еді. Негізі біздер ютубқа түсіріп бастап, қасында Дүйсен түсірді, мен түсірдім. Көп адам көріп, көп клиент келгесін негізі бағаны көтеріп жіберді. Бұның алдында негізі арзан болатын, бұл жерден алып, кішкене ақша шығарып жөндеп пайда көруге болатын еді. Ал қазір ондай возможность жоқ. Шығарған ақшаң уже нарықтағы бағадан қымбат болып кетеді. Мысалға мына Гольф тройка ма нешелік? 1.684 мыңға түсіпті. Алдында 2 миллион деп тұрады осы. 2003 жылғы екен, 2 литр автомат. 251 мың жүрген. Енді мынаның астынан май ағып тұр негізі. Қарасаңыздар, асты май, мотордың айналасы түгел май. Мотордан проблема бар сияқты мынада. Енді кузов сәл тәуірлеу екен аналарға қарағанда. Мотор май болып жатыр, достар. Бұл жерге көзбен келіп көргеннен кейін көбісінің желаниясы қашып кетеді алуға. Мынау 1.045 мың. Мынау да алдынан удар болған ба, мына бір жерлер. Мынау таңқылдап тұр. Мынау сынған, мынау айырылып жатыр. Кәм нашар дегенде, есіктерінің зазорлары келмейді. Негізі басқа қаладан келейін ба дейтін сұрақтар болса, келудің ешқандай қажет жоқ. Кез келген қалада өзінің Каспий банктың залогой көліктері бар.
ең жақсысы сол жерден барып қараған жақсы. Өзіңіз Алматыда болсаңыз, Алматыныкі бар, Ақтөбе болса, Ақтөбенікі бар. Оралда жоқ, по-моему. Атырауда бар бірақ. Мынау 914 мың. 2012 жылы нақаду дейді, бірақ сырлары кетіп жатыр. Көбіне осы нелерді әйел кісілер алғысы келеді. Әйел кісілер алған кезде енді бұлар тек мініп ештеңе шұқымай жүре бергісі келеді. Бірақ мына көлікті қараңыздар, мына жерге саусақ сыйып тұр. Мына жерге саусақтың жартысы сыйып тұр деген сияқты. Екі крила екі жаққа ашылып кеткен болып тұр. Білмеймін, не болған бұл көліктерге. Негізі жағдайлар нашар. Жалпы бұл видеороликті мағынасы түсірген. Көліктің жағдайлары нашар. Ешқандай келіп бұл жерден көлік алуға болмайды деп ойлаймын өзім енді. Келіп қараңыздар, өздеріңіз көресіздер. 1,80 мың желі жүрмей тұр дейді. Көріп қараңыздар. Дөңгелектер жел жіберіп қойған. Кузов шаршап жатыр. Іші подлокотниктер треска сынып жатыр. Негізі көлікті алған кезде жанып тұру керек қой. Бірінші келген кезде жақсы көріп қалатын, ғашық болып. Қалған минустарына қарамайды адам сол кезде. Ал мына көлікке келген кезде уже керісінше эмоция береді. Адам алғысы келмей қалады. Шаң-шаң быт-шыт болып жатқаннан кейін. Астра 2002 жылға миллион дейді, бұл да миллион мың теңге. Мынау да сол. Қараңыздар, шұрып, сынып жатыр. Мынау ішке кіріп кеткен. Тоже дөңгелектер бітіп жатыр, шаршап. Үстінде бір қарыс шаң жатыр ма? На 14 тысяч. Бұлар көзге көрініп тұрғаны, минустарын айтып жатқан. Негізі ана краскөлшитімен алып келсек, көрінбей тұрғанда бірталай нәрсе шығады. 954 мың дедім мынау. 14 жылғы 2010 не нақаду тоже. Көрдіңіздер ма? Не нақаду көліктер келең. BMW-ға келетін болсақ, мына BMW су көтеріліп кетеді дейді. Бағасы неше деп тұр ма? Бұл головкасын ауыстыру үшін маған қаншама ақша керек. 4,88 мыңға түскен екен, алдында қымбат еді. Олай бір қарағанда көзге нормальный сияқты, бірақ зазорларын қарасаң әр жер әр түрлі. Крила мен есік бір-бірімен дұрыс келмейді. Бұны да енді Маңғыстауда BMW көп тартпайды, әрине. Шымкент жаңағы Алматы жақтардан келмесе, о жақтан да енді келуге совет бермеймін дегенде. Зазорлар әр түрлі. Мотордан проблема бар бұда тағы. Мынау сатылған, бұның сатылғанына қанша ай болды сатылып деп тұрғаны. Дөңгелегі жел жібермей тұрғанда сатылған деп тұрады. Әлі тұр солайын. Так, Саната бамперлері ажырап жатыр. 2,54 мың дейді. 2008 жылғы 2 литр нақаду дейді. Автомат. Мына жерлері қара, мынау сынып жатыр. Енді білмеймін достар. Келіп бір тәуір көлік тауылмайсыздар шынын айтқанда. Кияр дейі, бұл да сынып жатыр. Таксовать етіп, отын қылып лақтырып кеткен сияқты. Не нақаду дейді. 2,747 мың дейді. Автомат 144 мың жүрген екен. Іштері енді. Іштері болады енді. Ау. Кредитке алатын болсаңыз, ана кісімен сөйлесесіз ғой. Отырған кісі. Қалай алу, қанша күн кетеді барлығы. 3-4 күн кетеді ғой негізі оформить етуге. Және кредитке бере ма деп сұрайтындар болады, достар. Кредитке беріледі. Егер сізге Каспий банк одобрить етсе, келіп ала бересіз. Мына Passat жақында келген сияқты, мынау лобовойдың айналасын қара шіріп түсіп қалайын деп тұр шынын айтқан. Мынау сеткі қоя салған жаққа. Қара мынау
нелер жоқ мылтық. Ал енді Камриге келейік. Қазақтың сүйетін Камри. 30-дық. 2003 жылғы ма? 2002 жылғы екен ол. Бірінші шыққан 30-дықтары 2.858.000 дейді. Нақаду дейді, бірақ мотор май-май болып жатыр. Ішін ашып барады жаңа. Айналасының бәрі ішіне емес сыртына қойған сияқты майдың бәрі. Тоже майды ауыстырасыз, мотор ауыстырасыз бұда. Осылай достар. Бұл енді бұл жерге келіп көлік түсіруді қоямыз. Сондықтан барлық шындықты айтып кетуді жөн көрдім. Ендеше каналға жазылып, лайк басып, өз комментарияларын жазып кетіңіздер достар. Сіздер үшін еңбек етіп жатырмыз. Осы видео достар 5000 лайк жинаса, келесіде сіздерге одан да қызық видеолар шығаратын боламын. Ендеше қош сау болыңыз. Ой, зыттығамыз.